Сайдана? Жақсы, шүкір. Бүгін күшті образда тұрсыз. Чисто сіздің стиліңізде байдың әйелі деген образыңыз бар еді ғой. Айдана сізді бәрі іздеп жатыр. Бүгінгі сұрақ, жақсы көрем деген сөздің қадірі кетіп қалған жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жалпы ол сөздің қадірі кеткен жоқ, бірақ мүмкін қадірін кетіріп жүрген адамдар бар шығар. Әркімге айтып деген сияқты. Ал бірақ негізі ол сезім әлі сол қалпында деп ойлаймын. Сол сөз қадір кетті деп ойлайсыз ба? Мен өзім негізі жақсы көремін деп өте сирек айтамын. Қадірін кетіріп алмау үшін. Сіз өміріңізде қанша рет айтып көргенсіз сол сөзді? Жақсы көремін деп па? Қанша адамға? Қанша жігітке ма? Екі жігітке, осы жақта бір қатысушылардың білмеймін, бір қатты сезімсіз айтып жүргеніне қалай қарайсыз? Ішім ашиды кішкене. Қалайсыз, айолым? Барлықтарыңызға сәлем, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, сіз бүгін әйтеуір дегенде бір күлдіңіз ау, иә? Иә, маған кеше бәрі жазып кетті. Что-то көңіл күйіңіз жоқ болып жүр, екі эфир бойы деп. Бүгін енді нормально, әдемі болып тұр. Осылай күліп, жадырап, жайнап жүре беріңіз. Сізге больше солай жасады. Айолым, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі кеткен жоқ па қазіргі таңда? Кетіп бара жатқан сияқты негізі көбісі махаббатпен жақсы көремін деген сөзді жалпы шатастырып алған сияқты. Жақсы көру ол жай ғана оның қасынан табылу деген сияқты, оған ухаживать ету деген сияқты мағынада шатастыратын сияқты. На самом деле жақсы көру деген ол адамды қалай бар солай жақсы көру. Шынымен де қиын қыстау кезінде де жақсы кездерінен де жағынан таба білу деп ойлаймын өз басым. Сіз өміріңізде қанша адамға жақсы көрем деп айтқансыз? Ер азаматқа. Бір. Қалайсыз, Ернат? Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, эфирге дейін сізді көрмедім. Ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқсыз ба эфир сыртында? Эфир осы жақтан болды. Кеше көріп қойдық, көрмей жүргеніміз қаншама дегендей ма? Кеше көріп қойдыңыздар енді. Тығылып емес, сөйлесіп қалдық. Иә, жарайды енді. Ернар, сіз үшін жақсы көрем деген сөз құны қалды ма? Әрине, жақсы көрем деген сөз мен үшін өте бағалы, өте қадірлі. Жалпы қазіргі таңда қоғамда құны қалды ма деген сұрақ қой. Құны ма? Немесе қоғам емес, біздің ортада. Бұл жақта енді бейтарап ұстанамын. 50-50 сияқты. Бұрынғыда енді бір 4-5 жыл алдын құндырақ еді деп ойлаймын. Қазір сәл де болсын құны жоғалған сияқты кейбір жандар көріп жатырмыз. Сіз қанша адамға жақсы көрем деп айтқансыз? Сіз үшін негізі оңай ма ол сөзді айту? Егер жақсы көріп Арке, қалайсыз? Бүгін бәрі жақсы. Көңіл күйіңіз дұрыс па? Орнында ма? Орнына келіп жатыр. Бүгін Нұржан екеуіңіз бірге отырсыздар ма? Через камеру, да. Бір ара қашықтық бар, бірге отырмыз почти. Арке, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі қалды ма? Жақсы көрем деген Қоғамда мен уже шынымен де андай сөзбен айтқанға сенбеймін да. Әйел адам айтса рас шығар, ал ер адам лучше тірлікпен іспен көрсетсе деген. Жалпы оңай болып кеткен жоқ па жақсы көрем деп айту? Мысалы, бір-екі кездесуден кейін мен сені жақсы көрем деп айтатындар бар ғой, соларға қалай қарайсыз? Олар алданып қалады, андай бір сезімге өтірік ол махаббат деп ойлап қалады да. Шынымен де андай бір обесценивать етеді сол сөзді. Жақсы көрем деп айта салады. Хотя ол мен үшін қазір 25-ке келіп мен түсіндім, ол іс-әрекет. Дәлелдеу керек ол сөзді. Шерхан, қалайсыз? жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шерхан, қалай ойлайсыз? Қазіргі таңда сезім пайда болмай жатып, жақсы көрем деп айтқан көбейіп кеткен жоқ па? Көбейіп кетті, қазір бәрі оңай болып кетті ғой елдерге. Ана мен ана жақсы көре салу, сезім ашыла салу. Бірақ оның бәрі шынымен олар әлі түсінбейді да. Шынайы махаббат, шынайы сезім деген ол отбасылық өмірде да. Ананың бәрі өткінші эмоциямен просто айта береді да. Болмайтын нәрсенің бәрі сезімге болады. Сіздің ойыңызша нағыз махаббат некеден кейін? Нағыз махаббат негізі некеден кейін. Адал жарың, тап-таза келіншегімен құшақтап. 30 секунд қалды, 30 секунд. Сондай отбасылық өмірді аңсап жүрген адамның сөздері ғой. Берсін енді. Тимур. Сәлем, күндеріңіз сәтті болсын, керемет
Тимур, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі кеткен жоқ па қазіргі қоғамда? Негізі кетіп бара жатқан сияқты. Жақсы көрем деген сөзді көбісі әртүрлі мағынада айта береді да. Негізі мен ойлаймын, жанына жақын адамдарға айту керек деп. Ұнату мен жақсы көруді шатастырып жүрген сияқтымыз, иә? Иә, ол да. Аделя, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, Аделя, сіз қалай ойлайсыз? Жігіттер немесе қыздар қазір жалпы қоғамда жақсы көрем деген сөздің құны қалды ма? Жалпы ойлаймын, қазіргі заманда соцсеттің заманы болғаннан кейін 21-ші ғасыр искусственный интеллекттің заманы болғаннан кейін барлығы тез тиктокта 15 секунд тез таралады, және де біздің миымызда тез дофамин қалыптасқаннан кейін мен сені жақсы көрем, бір кезде жақсы көрем деп айта салу қазіргі таңда бос сөздің біріне айналып бара жатқан секілді. Бұрынғы замандағы ата бабаларымыздың кезінде мен сені жақсы көрем деген сөздің астын құнын қалай олар түсінген деймін да, сол нәрселер қайтып келсе екен деймін, және де иә, шынымен де ол сөз қазір құнсызданып бара жатыр. Ал өзіңіз ешкімге әлі айтып көрмегенсіз, иә? Ешкімге әлі айтып көрмегенмін, айтатын болсам да сол сөзімде берік ұстанам деп айтамын. Диас, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Диас, сіз жалпы ақын ретінде сөзінің құнын жақсы түсінесіз ғой енді. Қазіргі таңда жақсы көрем деген сөздің құны кеткен жоқ па? Енді қазіргі заттарға қарап құны кетіп жатқан сияқты ше. Өйткені мынау жақсы көрем дейтін жолы сөз ғой, әркім деп айтады. Қазір әр нәрсеге қосыла беріп жатыр ғой, осы ше. Ал сіз ше ойланып айтасыз ба ол сөзді, әлде Иә. сәл сезім пайда болса болды жақсы көрем деп кетесіз? Жоқ, сезім пайда болса ол жақсы көрем болмайды. Кәдімгідей ойланып, уже сол адамның сен болған кезде жақсы көрем деп айтуға болады, ғашықпын деп айтуға болады. Ал оған кейін жай ұнату дейтін бізде басқа да сөздер бар ғой. Міне, иә, ең дұрысы осы, иә, ұнату мен жақсы көруді. Жақсы көрудің айырмасы өте жермен көп. Айырмасы қандай? Мысалы, ұнату дейтін сен адамның көзін ұната аласың, бейнесін ұната аласың. Ал жақсы көру ол ішкі дүниесін ұната аласың. Қалайсыз, Айжан? Күшті, өзіңіз қалайсыз, менің? Жақсы. Дайындалып отырсыз ғой? Иә. Айжан, сіз үшін жақсы көрем деген сөздің қадірі кетті ме? 30 секунд қалды, 30 секунд. Кетпейді. Кетпеді. Жалпы қазіргі таңда халықтың арасында деген мо? Халықтың арасында ол халыққа енді жауап бере алмаймын деп ойлаймын, бірақ өзіме жауап бере аламын. Если мен бір адам жақсы көрсем, мен сөзінде тұрамын. Ал біздің ортада қадір кетті өте. Прям жоқ. Мен бір сондай бір парочканы көріп тұрған жоқпын бір жерде бар ғой. Вообще ондай адам жоқ мына жерде. Бәрі жаңа қыз құмар дей ма, бәрі эксі бар ма, басқасы бар ма, бәрі қуып жүр. Қыз жағалап жүр, қызы ұл жағалап жүр.